Қайырлы күн, құрметті 10 сынып оқушылары. Бүгін бізде ағылшын тілі пәнінен 4-ші тоқсандағы 2-ші БЖБ Independent Project. Бірінші тапсырма бізде listening skill'ына арналған, яғни біздер аудионы тыңдап, мына Джек, Райан, Лорен 3 жігіттің қайсысы мына идеяны айтқанын анықтауымыз керек. Яғни бізде 3 жігіт және 4 идея берілген, бір идея артық қалады. Қазір мен аудионы қосып, тыңдау барысында тапсырманы орындайтын боламын. I think it's a good idea for teenagers to do part-time work. Part-time jobs give you good experience of working. It's important to find out what kind of job you want to do before you leave school. The other advantage of a part-time job is that you can earn some money. When you're 16, it's better to have your own money, not ask your parents for money. Anyway, my parents haven't got much money, so they definitely can't afford to give money to me. That's fine. I'm happy to earn it. A lot of my friends have got part-time jobs. Part-time jobs are a good way of meeting people. You can make some really good friends. The problem is, you spend all your time working at school or working in your job, and you're always tired. Sometimes, part-time jobs make teenagers too tired to study, but they're still a good way to earn some money and meet people. So they aren't a bad thing, really. I don't have time to do a part-time job, and I don't really need one either. My mum and dad give me money. The most important thing for teenagers is to get a good education. Then they can get good jobs in the future. Teenagers can only get part-time jobs that are badly paid, £3 an hour or perhaps £3.50. You can't earn much money like that. Parents have to give teenagers more money so that they don't have to do these jobs. That's my opinion. Ендігі кезекте бізде writing бөлімі. Writing бөлімінде a new law will make it illegal for youngsters under the age of 18 to do a part-time job деген тақырыпта біз эссе жазуымыз керек. Ол introduction, кіріспе, reasons, негізгі бөлім себептері және conclusion қорытынды бөлімінен тұру керек. Қандай тақырып? Яғни жаңа заң бойынша 18 жастан төмен жасөспірімдер жарты күндік жұмысты істей алмайды, яғни оған тыйым салынады деген тақырып. Сол тақырыпқа біз келісеміз бе? Қалай болады деп ойлайсыз? 18 жастан төмен балалар жұмыс жасаған дұрыс па, бұрыс па деген сияқты сұрақтарға жауап беру арқылы эссе жазып шығуымыз керек. Осы ретте мен өзімнің эссемді ұсынғым келеді сіздерге. Осы эссеге қарап, өздеріңізге керек жерлерін алып, мына видеоны экран тоқтатып қойып, паузаға қойып, видеоны қарап алсаңыздар болады. Шрифті сәл майда болуы мүмкін, ұсақ себебі көп мәлімет бар ішінде. Мен қалай ойлаймын? Әрине, әрбір нәрсенің жақсы және жаман жақтары бар. Сол сияқты осындай жасөспірімдердің жұмыс жасауының да жақсы жақтары, жаман да жақтары бар. Жақсы жақтары ол бала өзі жұмыс істеп үйренеді, өз уақытын тиімді пайдалануды үйренеді, өзі ақша тауып, еңбекпен ақша табуды үйренеді. Ал жаман жақтары әрине ол мысалы сабағына кері әсерін етуі мүмкін, немесе тағы қандай отбасымен қарым-қатынасы бұзылуы мүмкін, себебі ол үйде болмайды, жұмыста, сабақта жүреді. Сондай сияқты нюанстарды мен атап өттім. Эссе барлық талаптарға сәйкес келеді. Кіріспе бөлімі, негізгі бөлім және қорытынды бөлімі бар. Сондықтан өз игіліктеріңізге пайдаланыңыздар. Осымен талдау аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда ТЖБ-ларға талдау жасайтын боламын.